Бүгін сіздерге Налян мен Седаттың ажырасуы туралы айтып беретін боламын. Сәлем баршаға, сіздермен бірге кино бар «Құрсаудағы қыз». Седат өзінің ассистентімен бірге болады, яғни Налянның көзіне шөп салады. Седаттың бауырларын аңдып барған Налян Седатты көріп қояды. Налян ешқандай айқай-шу шығармай үндемей кетіп қалады. Седат үйлеріне келіп, анасына болған жайтты Селен түсіндіреді, яғни Седат Налянның көзіне шөп салды деп айтады. Гүлжихан ханым шошып кетеді, бұны әкелерің естімесін дейді. Сол кезде Рафет мырза кіріп келіп, менің не естімеуім керек еді деген кезде Гүлжихан ханым да өтіріктен алдастырып жібереді. Сөйтіп Селен компанияда бір проблема туынданы, соны шешіп жатырмыз деп өтірік айта салады. Налян Белюрдің үйінде болып, ешкіммен сөйлескім келіп тұрған жоқ, мен қазір тыныштықты қалаймын дейді. Сөйтіп адвокатына хабарласып, мен Седатпен ажырасқалы жатырмын, тезірек жұмысты бастап кетіңіз дейді. Налянның жағдайын білу үшін Хафизе мен Музо келеді. Сөйтіп Налян өзінің Седатпен ажырасқалы жатқанын айтады. Музо да оған қарсылық білдірмейді. Хайри келіп Налянға хат жазады, есіктің алдында тұрмын деп. Ал Налян болса Белюрді жіберіп, Белюр оған, Налян бүгін ешкімді көргісі келмейді, сенің қанша уайымдап жатқаныңды білемін, бірақ бүгін оны тыныш қалдыр дейді. Ертесі Налян Рафет мырзаға хабарласып, сізбен маңызды бір жайт туралы сөйлесемін дейді. Ештеңені түсінбеген Рафет мырза Седаттан барып, не болып жатыр, маған кәне бәрін түсіндір деген кезде Седат та кібіртіктеп айта алмай тұрады. Сол уақытта үйге Хафизе, Белюр және Налян кіріп келеді. Налян барлығынан кешірім сұрап, марқұм анам менің некемді қанша сақтап қалуға тырысқанымен Седат екеуміздің қолымыздан келмеді. Кешегі болған жағдайдан кейін мен енді бұл үйде қала алмаймын деп. Рафет мырза Седатқа ұрса бастайды. Налян болса, тоқтаңыз, менің көздегенім бұл емес, барып сөйлесейік дейді. Сөйтіп Рафет мырзаға болған жайттың бәрін түсіндіреді. Мені өз қыздарыңыздай көрдіңіз, мен сіздермен бірге отбасының қандай болатынын білдім дейді. Әрдайым сіздердің қыздарыңыз болып қаламын деп Рафет мырзамен қоштасады. Гүлжихан ханыммен де қоштасып, менің екінші анамдай болып кеттіңіз дейді. Солай Налян барлығымен қоштасады, Селенмен, Такомен және Дөндімен, Мұзаффармен де және Лебентпен де. Ең соңында Седатпен қоштасады. Сөйтіп Налян саусағындағы неке жүзігін Седатқа шешіп, оған қайтарады. Солай Налян Седатпен ажырасып, үйден кетіп қалады. Налян кетісімен Рафет мырза баяғыдай Седатқа ұрса бастаған кезде оны Музо тоқтатады. Седат туылған кезде кішкентайынан бастап, сендер оған ауыр жүк арттыңдар, барлығынан жақсы болуларын, күшті болуларын қаладыңдар, бірақ оны Седат жасай алмайды. Седатқа ұрыспаңдар және оған қолдау көрсетіңдер деп барып Седатты құшақтайды. Сөйтіп, жанұя мүшелерінің бәрі Седатты құшақтасып, бір-біріне қолдау көрсетеді. Ал бұл уақыттарда Хайри өзіне жұмыс іздеп жүреді, бірақ еш жерде оны жұмысқа алмайды. Ал Хайридің әйелі Түркан ауылда тұрады. Ол 3 айдан бері үйдің пәтер ақысын төлемегендіктен үйдің егесі келіп, кешке дейін ақша таппасаңдар, онда үйді босатыңдар дейді. Хайри әйтеуір бір кафеге келіп, мен күшті кәуап пісіремін, егер ұнаса мені жұмысқа алыңыз, ұнамаса былай кете беремін деп келіседі. Ал кешке үйдің егесі келіп Түрканға, ақша таппадың ба, онда үйді босат деп, Түркан 2 қызын және керек заттарын алып Стамбулға қарай Хайриге бет алады.